Тағы да Атырау, тағы да жан түршігерлік жайт. Із-түссіз жоғалған адамдар. Оларды соңғы рет кім, қайдан көрді? Неге туыстары күдікке ілінді? Апай! Сәлеметсіз, папа. Сәлеметсіз. Естіп қағып едім, ешкім естімеді ғой деймін. Алматыдан келген едім журналистер. Болдымен. Жарайды, шығам, апа. Біз Атырауға келе салысымен негізі Махамбет ауылына келген болатынбыз. Бұл ауылда күдіктінің ата-анасы тұрады. Ол кісілерді сөзге тартып көрмек болдық. Өздеріңіз көргендеріңіздей, ол кісілер адамнан, сұрақтан, журналистерден бәрінен шаршаған көрініп тұр. Сондықтан әрине біз ол кісілерді одан әрі мазалай алмадық. Бұрын соңды болмаған жағдай ғой бұл дейді. Біздің ауылымызда еще ауданында келген шағын ауыл ғой. Иә. Осы 3000 халық тұрады ғой бұл жерде, 2000 пайын. Із-түссіз жоғалып кетті дейді. Таңғалдық жоқ. Кішкентай ауылда бір үйдің адамы жоқ болып кеткен деген. Адам, біреулер бір айдан бері жоқты, біреулер 2 ай болды дейді жоғалып кеткен. Әркім әртүрлі айтады. Алыс далада жатқан Жангелдин ауылына Атыраудан жарты күн жүріп жеттік. Ауыл тым-тырыс. Көшеде азынаған жел мен жайылған мал ғана. Атырау облысындағы Жангелдин ауылы, Айжарқын Әлішев көшесі 13-ші үй. Бұл үйде 4 жан тұрған. Ізім ғайым жоқ болған отбасыны әуелде емге кеткен деп туысқандары аса іздей қоймаған. Қарабайын Мақсұт дейтін ағамыз, өзі зейнеткер, жолдасы зейнеткер, үлкен қызы қолында Қарабайына Мейрамгүл дейтін. Ол Мұханғалиев Наурыз. Ол да қолында. Екеуі де мүмкіндігі шектеулі жандар, 3-ші топтағы екеуі де жұмыссыз. Бір жағы бір аяғынан, бір аяғы құттай киім істеу ақсаңдап. Екеуі де сондай. 3-ші қызы Мұханғалиев Ақбаян деген, ол тұрмыстағы бала. Тергеу барысында бізге белгілі болғандай, ноябрьдің 2-сінде қыз бен күйеуі келген үйіне, сол кісілер 5-іне кеткен, содан кейін бастап хабар жоқ болған дейін, ноябрьдің 2-леріне дейін үйінде болған бұл кісілер. 28 октябрьде отбасылық дәрігерге барып қаралған. Жазбасы тұр. Екі адам қаралған ба? Нәсіп деген апай қаралған, өзі соның жазбасы тұр. Көршілер ештеңе байқап, ештеңе естімеген бе сол кезде? Көршілер ешқандай ештеңе байқаған жоқ, естіген жоқ. Қайда, қашан қыз күйеуі келгенін де білмейді, қашан кеткенін де білмейді. Тек көрші ауылдың бір жас жігітінен попросит екен, әкенің өзі марқұм. Қызы күйеуімге айтады, үйде мал сойып берші деп, ол кісі малын сойып берген. Бұл октябрьдің аяғы болу керек, 25-ін дейін, 25 мен 28-ін аралығында. Мен өзім декабрьдің ішінде участковыйдан естедім. Сосын участковыйға тәртіп бердім, хабарлас, қандай бар деп, маған жазба жазылып деп көрсетті. Бұл жазбасында декабрьдің 10-ында келем дейді. Сосын мен де жаздым. Ауылда күнде боран болды. 13-інде мекен боран болды. Осындай ауа райы бізде боран болып жатыр. Наурыз қайдасың, малыңды кімге тапсырасың, үйіңде қандай жағдай болды, газ жағып тұрма дегенде, алаңдамыз, мен бәрін тапсырып қойдым деді. Сосын алаңдаған жоқпыз. Маған сөйтіп WhatsApp желісі арқылы жазды. Бірақ бір күннен кейін жазбаны жазып отыр. Сол күнде сол уақытта жазбаға жауап берген жоқ. Түсініктірек болу үшін басынан бастап айтып өтсем, әлеуметтік желілерде полицияға 2 ай бұрын, 6 ай бұрын арыз түскен, бірақ полиция үнсіз деген сияқты жалған ақпараттар таралды. Алайда ресми полицияға 25 желтоқсан 2025 жылы ғана арыз түскен. Арызды Мақсот жоғалған үйдің отағасы Мақсот ағаның әпкесі Әдема апа арыз берген. Енді туысқандардың айтуынша қараша айының басынан бастап отбасы мүшелерімен толық байланыс түзген. Яғни олар WhatsApp желісінде ғана байланысқа шығады да, бірақ басқа байланыс болмаған. Және мына желтоқсан айларының басында отбасыға тиесілі төрт түлік малдарын сату деректерін көрген.
яғни WhatsApp желісі арқылы ауылдастардың арасында әңгіме болғаннан кейін бұл кісілер іздеуді күшейткен, яғни байланысқылар келген, байланыс болмаған. 25 желтоқсан күні бізде криминалдық полиция бөлімінің қызметкерлері бірден 4 адам болғандықтан олардың өздерінің жеке құрылғылары дейміз, ұялы телефондарын тексеру барысында құрылғылардың Қазақстанның әртүрлі қалаларында қосылғанын анықтаған. Содан кейін 26-сына қараған түні бүткіл елге, ел бойынша іздеуге жариялаған. 6 қаңтар күні мына менің артымда тұрған сарайдың ішінен, демек осы отбасының өзінің үйінің территориясынан Мақсот Қарабалин мен ол кісінің жұбайы Насип апаны денелерін тауып алды. Біз мынандай оқиға болады деп күткен жоқпыз. Алып кетті деген бәрінде сондай ойда болды. Бұл отбасыларды түгелімен алып кетті. Емдетуге алып кетті енді мынандай. Бұл ауылда ішкі істер органдары келіп бізге хабарлады, еріктілер бар ма көмектесіңдер. 3 адам ауылдан шығып кеткен, 2 адам осы ауылда дегенде. Адамның ақылына, ойына сыйған жоқ. Ешкім күдіктенген де жоқ. Бүкіл Қазақстанға іздеу салған үй иелері 10 күннен соң өз сарайын ішінен табылғаны қалай болғаны. Дәл сол күні осы жерде болған әріптесіміз көзімен көрген жайды Курсивке әңгімелеп берді. Мен өзімде сондай ауылдық жерде ата-анам мал өсірген, бізде андай малы бар үй үйтіп бәрін тастап алып шығып кетпейді де. Менде сол жағынан күмән болды. Сол ауылдағы жаңағы марқұм Мақсот Мұханғалиевтің қарындасы сол ауылда сұхбат бергенде ол кісі айтып тұр, бұл үйден менің ағам да, жеңгем де кетпейді. Бірі кетсе де, бір емге, бір жаққа кетсе де, біреуі қалады. Мал бар, басқа бар, бұл үйден өмір бойы кетіп көрген жоқ, бәрі түгелдей деп. Бір адам емес, бірнеше адам жоғалса, бір отбасынан ол адам өлтіру фактісі, қылмыстық кодекстің адам өлтіру бабына ауысады деп, сол ауыстырған екен баптық, адам өлтіру бабы. Одан кейін кешенді тінту жүргізіп жатырық дегеннен кейін мен ауылға кіріп келе жатқан кезде менде сондай көрініс болды. Мен ол үйге кіре алмайтын боларым, қазір мені құзырлы органдар кіргізбейтін шығар деп. Бірақ мен келем, мынау шарбақтың айналасы бастап қар, деден шарбақтың іші қар солаймен жатыр. Үйге бізден достары емін еркін кірдік, барлығы орнында. Қалай тінтіліп жатыр деп ойладым. Тек қана ненің отпечатка алған, неден тоңазытқыш холодильниктің айналасына, соны ғана көрдім. Құдық басқаның айналасында қар сол күйімен жатыр. Егер тінту іздестіру жүргізілсе, бірінші соның айналасын бәрі тазаланбай ма, қаралмай ма деп. Сосын туыстары мана Шалқар деген жігіт айтты, енді менен бұрын ол кісі де сол 1-2 күн бұрын келген екен, арнайлап, менен бұрында итпен келіп тінтіп кеткен деді полиция құзырлы органдары. 5-6 кездерінде біз эфирге материал жіберетін болдық та, әкімдігінен бір кабинет сұрап алып, сол әкімдікке бардық. Эфирге материал жіберіп жатырмыз. Сол кезде маған сол ауылдан бір адам жазып жібереді, табылды деп. Сосын телефон соғам кері. Қалай табылды, қайдан? Сарайдан табылды деп. Сосын қалай табылған жазып жібереді. Мен ана жерде отырған аяқ қолым бәрі дірілдеп, сөйтіп кішкене есімізді жинап, сол жерге бардық. Бүкіл құзырлы органдар келген, бәрін жауып тастаған, ешкімді кіргізбей тұр, мен де кірейін деп едім, кіргізбеді. Сүйекті алып бара жатқанын бәрін көрдік. Еліміздегі барлық мәйітханаларда, барлық ауруханалар, жасырын түрдегі емханаларда тексерілді. Неше түрлі жаңа халықтық емдерін жүргізетін өзге нелер барлығы тексерілді. Және олардың жаңа құрылғылары қосылған қалалардың маңындағы қыстақтар мен өзге де жаңа адам аяғы көп баса бермейтін алыс елді мекендерде тексерілді. Мүмкін сол жерде жүрген шығар деген. Сондықтан бұл жерде жаңа полицияның әрекетсіздігі, полиция іздемеді деген ақпараттар әрине ақылға қонымсыз деп есептейміз. Қызметтік иттер неге ол үйді тексерген кезде мүрдені бірден анықтамады деп. Әрине бұл кино емес. Қызметтік иттер төтенше жағдайлар департаментінің адам жоғалу кезінде далалықта жұмыс атқарып жүрген қызметтік иттері енді нақты олар қалай қателесті оны айту немесе оған бір себеп жеткізу әрине мүмкін емес. Іздеу жұмыстар тек ол үйдің ішінде жүргізілген жоқ, сол ауылдың маңында барлық жерлерінде жүргізілді. Нақтылап алайыншы, расымен де қалай болды жағдай деп.
мен Шалқар деген жігітке хабарласқанмын. Ағайындар жиналып, есіктің алдында тұрдық та, осы өзіміз бастап қарайықшы деп сарайға кіріп бастадық дейді. Диван бұрын басқа жерде тұратын еді, ауысқан екен. Осы жерді көрейікші, бұрын негізі басқа жерде тұратын еді, өзіміз ығыстырдық. Ығысқан астындағы неде ығысты, одан кейін астында стяжка бар екен, стяжка бұзылған дейді. Топырақ жатыр. Сөйтіп жатқан кезде, қателеспесем, құзырлы органдарында адамдар келді деген сияқты, иә. Сосын күрек әкеліп қаздық дейді. 1 метрдей қазылған кезде жұмсақ топырақ қазылған көрініп тұр. Ана ағамды танып қалдым дейді. Одан кейін ар жағынан жеңгемнің қолын байқадым дейді. Мен оған ары қарай дәтім бармады. Естенген несі бар екен деді, дәтім бармады. Сосын оны басқа жігіттердің біреу алып шыққан сияқты. Мен ана тыңдаудың өзі де маған ауыр болды. Солай метр жарымдай қазылған, сөйтіп өзіміз таптық деді, өзіміз таптық. Шағын ғана ауыл, тоғызақ көше, ауылдың бәрі бір-бірін таниды. Көшеде тірі жан жоқ. Әрине адамдардың бәрі қорқып қалған. Ешкім сұхбат беруге де, ешкім сөйлесуге де келіспей отыр. Жолдың мына жақ бетінде тұратын Гүлшірін деген көршісімін. Енді айнала бәрі шаруа болғасын, кімнің үйден не болды, не қойып жатқанбыз. Келетін бар енді, мән бермейсің ғой енді, оны санаторияға 2-ның бірі бар, емделіп келіп жатыр, Ташкентке барып жатыр, анда-мында барып жатыр ғой. Мән бермейді. Бір күн жаңағыдай мынандай оқиға болды дегенде, біздер шок болдық. Әрі күнге дейін қазір қорқамыз қазір, қорыққанда бұрын есік демейміз, асық-жасық. Кәні қазақша тұратын үйлер ғой. Қазір кеш болса есікке барамыз, сыртқа шыққанда туалет сыртта, сыртқа шыққанда үрейленеміз, бұрынғыдай емес. Қорқамыз, қорқыныш пайда болды. Сложность была в том, что конкретного направления нету. Куда пропали, куда выехали, из-за этого не могли ориентироваться. Здесь жұмыстары Шадман Түбек, Қуан Суат, Қаламғали, бір мола, 5 мола және де Қарасу учаскелерінің аумағында жүргізілді. Сонымен қатар Атырау су иншалар департаменті сүңгуірлерді жұмылдыра отырып, аумағы 800 метр су асты іздестіру жұмыстарда қосымша жүргізілген болатын. Жалпы саны іздестіру жұмыстарына 14 қызметкер, 5 техника және де 2 кинологиялық есеп жұмылдырылды. Сол Жангелдин ауылының дәл артындағы аумақтар болғандықтан сол жерлер қаралды. Сіздер енді ары қарай бірге жұмыс істеп жатсыздар ма, іздестіру жұмыстарына? Енді ол бізде полиция департаментінің сұрау салуы бойынша. Алайда олардан ешқандай сұрау салып түскен жоқ, сондықтан қазіргі таңда ол адамдарды іздестіру жұмыстары төтенше жағдайлар департаментінің жүргізіп жатқан жоқ. Полиция ресми түрде бұл ерлі зайыптылардың денесінде шаншып тығу арқылы жасалған жарақаттардың бар екенін растады. Алайда тұншықтыру өздері жоқ. Дегенмен де өлімнің нақты себебін анықтау және өлімнің нақты уақытын белгілеу үшін экспертизаға ұсынылды мүрделер. Экспертизаның шешіміне сәйкес полиция алдағы уақытта нақты осы екі ерлі зайыптылардың өліміне қатысты нелерді ұсынатын болады, деректерді. Сонымен кім күдікті? Кім қылмыскер? Күдікке ең алдымен ілінген осы отбасының күйеу баласы Сұлтан болды. Неге? Бұл әрине тергеудің шешімі. Демек, бір адамды қылмысқа күдікті деп тану, ол тек қана полицияның әрекеті емес, біз оның күдікті екенін дәлелдейміз прокуратура органдарына, одан кейін сотқа санкция беру үшін. Яғни, полицияның бұлтартпас дәлелдері бар. Полицияның ресми растаған бағыты ол бұл азаматтар Атыраудан Шымкент қаласынан Өзбекстанға өткен. Одан кейін халықаралық іздеуге жарияланды. Қазіргі таңда халықаралық іздеу мен айналысатын құзырлы органдар бұл жұмысты жалғастыруда. Бұл қылмысқа өзге де тұлғалардың қатыстылығы әлі де тексерілуде. Тергеу мүддесіне сәйкес бұл әрекеттер жарияланбайды, өйткені ол күдіктілердің қайда екені, қалай екенін анықтау, тексеру ары қарай тергеу мүддесінде. Күдікті Сұлтан Сәрсемалиев деп жатыр, бірақ сол ауылда бірде бір адам Сұлтанды танымайды екен.
Сұлтан көп ол ауылға келмейді деген. Одан бөлек туыстары да Сұлтанды танымайды, жақын танымайды да. Бұрын бас жағында бір-екі көрген, одан кейін Сұлтанмен жақын қарым-қатынаста болмаған, араласпаған. Ол өзі жалпы немен айналысқан? Анасының айтуы бойынша күзетші болды деді ме екен, қазір қателесіп кетпесем, күзетші болды деді. Жүк тасушы болды деді. Әртүрлі жерде жұмыс жасады, жалдамалы түрде жұмыс жасады деді. Нақты бір жерде тұрақты жұмыс жасамаған сияқты. Денсаулық сақтау басқармасына соқтым, осындай кешегі шетел асып кеткен қыз күйеудің қандай да бір есепте бар ма, анықтап беріңіздерші дегенде, сонда анықталғаны жаңағы психдиспансерлік есепте тұр екен. Ақбаян Сәрсемалиевтің анасымен де сөйлестік қой. Енді ол кісі келіннің ауыратынын, 4-ші баладан кейін ауырып кеткенін бәрін айтты. 5 баланы өзім, ол былайғы бар жоқ кезде де өзім бағып отырмын деді анасы. Сөйтіп жаңа Сұлтан Сәрсемалиевтің анасының айтқаны, келіні бар кезде де баланы өзім қарап отырмын, өйткені ол ауырады деді. Мынау ана майшы, ана жігітті жалдап тұрған үй жақтырды ма, айттым ғой? Иә. Осы жағында Геолог деген сөз. геолог болса, иә, осы микрогеолог майшы. Бұл Атыраудың ішіндегі микрорайон, иә, геолог. Атырау не? Атырау тиіп тұр ғой, қаладан жалпы шықпады көздер. Мақсұт Қарабалинің кіші қызы Ақбаян және оның жолдасы күдікті Сұлтан Сәрсемалиев мына бір тұрған үйді 50 мың теңге жалға алып, бір уақыттарда тұрған деген хабар пайда болған екен. Полиция осы жерде де іздестіру жұмыстарын жалғастырыпты. Бұл үй Атыраудың ең шеткі бір аудандарының бірі, Мұнайшы деп аталатын жерде орналасқан екен. Бұл жерді жанында темір жол өтеді, маңайында қамыс өсіп кеткен, мынандай бір тастар бар, бір арнайы бір көше, атау, үйдің номері деген жоқ. Видео камералар да жоқ деп естідік. Камера болған күннің өзінде бір 15 сөткіден артық видео сақталмайды екен. Сондықтан бұл жердің бәрін қазуға, міне көріп тұрыңыздар, бұл жердің бәрі батпақ болғаны көрініп тұр. Қазды, мына жерде қамыстардың бәрін орды, бірақ сонда да ешқандай із ешкімді таппаған. Полиция күдіктінің Атырау қаласы аумағында жалдап тұрған үйінің маңында барлық адам аяғы баспайтын жерлерді, септиктерді, қандай да бір құбырларды барлығына, тіпті қамыстардың арасына, қамыстарды шабу арқылы өзге де төтенше жағдайлар департаменті және арнайы автобаза дейміз, тазалық жұмыстарымен айналысатын барлық құрылымдарды жұмылдырып осы жерде іздеу жұмыстарын жүргізді. Өйткені онда да манағы мақсат қандай да бір ақпаратты алу, қандай да бір осы қылмысқа қатысты деректерді жинақтау. Әрине, полицияның мәйітті де іздегені ол жасырын емес. Кімнің мәйітін іздеп жатыр? Қарабалиндердің ұлы Наурыз бен үлкен қызы Мейрамгүл әлі табылмаған, ұмытпайық. Олардың соңғы рет кім, қайдан көрген? Туыстарының айтуынша Наурызды соңғы рет олар мамыр айында ғана көрген, содан кейін көрмеген. Одан кейін тек қана манағы хабарлама, WhatsApp желісі арқылы жазбаша хабарламамен ғана сөйлесіп отырған. Бұған дейінгі достарының айтуынша Наурыз қалаға келіп жұмыс жасап, әрі мынау қарындасын қарасуға көмектесіп жүрген күйеу баласына. Өйткені Ақбаян ауырады, соны қарап, ем-домын уақытында беріп, сөйтіп қарасып жүрді. Иә, сол манағы Мұнайшы мекен жайында тұрды бірге деді. Ақбаянның әпкесі туралы туыстарының айтуынша, туыстарына құзырлы органдар былай айтқан. 2 қараша күні Ақбаян мен Сұлтан Жангелдин ауылына келеді. 5 қараша күні ауылдан шығады. Қасында Мейрамгүлді алып бірге шығады. Оның бәрі мынау Индер ауданында Нефтек деген жанар жағармай бекеті бар, сонда бейнекамераға түскен деді. Одан бөлек қаладағы бейнекамераларға түскен деді. Мейрамгүл қалаға бірге жаңағы сіңлісімен, күйеу баласымен бірге келген деп сөйтіп айтыпты туыстарына. Енді қазір құзырлы органдар Мейрамгүлді негізі қаладан іздеп жатыр. Мал сатып жатқан кезде күдіктенген ғой, бәрі ағайынның бәрі де, мынау ағам неге мал сатып жатыр,
не болып кетті деп сол кезде Наурызға видеозвонокпен қайта телефон соққан. Наурыз, не болып жатыр, қайдасыңдар, мына малды неге сатып жатсыңдар деп. Сол кезде видеозвонокпен бірінші телефон соққан. Наурыз телефонды көтермеген. Сол кезде сосын достарына ұрсып жазба жіберген, араласпаңдар, өзім білем дегенде, содан бастап күдіктенген. Ешкісі бар, 16 бас қойы бар, 15 ешкісі бар. Біз барып сарағанда 9 бас, 10 шақты бас ірі қара мал болды. Ұсақты бәрі қосқанда. Ноябрьдің 13-інде сатқан, сосын декабрьдің 11-12-лерінде сатқан. Әуелі қой ешкісін сатқан, 16 бас, содан кейін 2 бас сиырын сатқан. Алған кісі осы ауылдың кәсіпкері, шаруашылық керек дегесін көмектескен болу керек. 16 бас қойды алдым бет, сосын 2 бас сиырын алдым бет. Ешкілерін басқа мақсатта өзінің басқа телефон арқылы оны сатқан тағы да. Қалай бұл сіздер учаскелік инспектор, чаттардың ішінде бұл отбасының малы сатылып жатқаны жөнінде жүріп жатыр. Сонда неге күмән болмады ма? Келіп қарамадыңыздар ма? Мал қалай құжатсыз шығып жатыр? Иесі жоқ, құжат алып қалай ауылдан шығып жатыр деген сұрақтар қойғанмын. Оның бәріне мен жауап бере алмаймын деп сөйтіп айтты инспектор. Ауылдың тұрғынына жеке WhatsApp арқылы хабарласып, мен малымды қара, еңбегін берем деп келіскен ауылдың тұрғынымен бір адамға. Сол жігіт қарап отқан, сол жігітпен арқылы байланыс жасап, үйінен келіп тиіп алып кеткен малды. Сіз дархансыз ғой сол үйдің малын қарауға? Сол үйдің малын қарап отыр. Әлі де қарап жатсыз? Әлі де қарап жатырмын. 2 айға келістік қой соған. Оны кім төлеп жатыр? Ақшасын да айтсам сізге? Ақшасын төлеп тастады мал. Малмен төлеп тастады. Малмен төлеп тастады. Сіз соған қарап. Өзі туысқандар алып кетпеді ма малды? Жоқ, үйінде сол. Осы айдың аяғында алып кететін шығар. Енді осы айдың аяғында бітеді ғой жұмысым. Шок болған шығар сізде? Қорықтым баруға үйге. 2-3 күннен кейін сосын айттым ғой ағайындарына. Қорқып бара алмайтын, не істеймін, малды қаңтарып қоямыз осылай. Қорқытпа бар деді ғой. Сосын 2 күннен кейін барып қайтып қарай бердім ағай. Қыстың көзі қырауда атыраулықтардың өзі бара бермейтін шалғайдағы ауылға камера мен микрофон көтеріп, журналистер мен блогерлер әл ағылып барып жатыр. Бұл оқиға назардан тыс қалмау керек, халыққа ұмыттырмау керек дейді әріптестер. Бұл үлкен трагедия. Бұл қоғамның үнсіз қалатын нәрсесі емес бұл. Мен шығып айта бергенде, мынау бүйтіп халық ойлайтын сияқты, не мынау отырып қақсай береді деп, мына тақырыпты не қақсай береді? Құзырлы органдар жұмыс жасап жатқан жоқ па? Іздеп жатқан жоқ па деп қаншама адам маған да жазып жатыр, иә? Хейт болды неше түрлі. Сен мынау подписчик жинау үшін салып отырсың ба деген сияқты неше түрлі менің адресіме хейттер болып жатыр. Мен аккаунтымды жауып тастадым соңында. Бұл жауыздықты да біз қалыпты құбылыс ретінде қабылдайтын болармыз деп ойлап қойдым. Өйткені қазір 10 күндей шуладық, жаймендеп қалыпты қабылдап келе жатыр да халық. Біз осынша трагедияны біз осылай қабылдап отырмыз. Ауылымызда 9 көше бар. Сол 9 көшеде бір қоғамдастық мүшелері бар. Ардагерлерді, әйелдер кеңесін бәрін шақырып алып, осы арада қазір жұмыс ұйымдастырып отырық. Көшелерге бөліп, әрбір көшеге бір қоғамдастық мүшесі, оның қасында көмекші аналары, сосын жастардан. Енді тағы да осындай жағдай болмас үшін, алдын алу үшін көшелерінде, үйлерінде, айналарында қалалар бір-бірінде көріп жатсаңдар жоқ болып жатқан жағдайда дереу тиісті әкімшілік органына хабарлауға. Кішкентай ғана ауылда болған бұл қанды оқиға бүкіл қазақ даласын тітіркендірді. Бұл жайтқа қатысты мың сұрақтың біріне де нақты жауап жоқ.